Баршаңызға сәлем алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ашытылған қырыққабат, яғни квашеный капуста дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге міне осындай екі үлкен қырыққабат қажет болады. Алдын ала барлығын тазалап алдым. Енді өзімізге ыңғайлы етіп, үкіштен өткізгенге ыңғайлы болатындай осылай бөліктерге кесіп бөліп аламыз. Егер де үкіш болмаған жағдайда пышақпен де турап жасасаңыздар болады. Үкіштің маған міне осындай екі насаткасы керек болады. Біреуін мен қырыққабатты өткізуге қолданамын, екіншісін сәбізді өткізуге қолданамын. Ең бірінші қырыққабатты үкіштен өткізуді бастаймыз. Бізде осы үкіштен өткізген кезде қырыққабаттарымыз осындай жұқа болып шығады. Және де үкіштен артық қалған қырыққабатымызды осылайынан пышақтың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Міне біз бірінші қырыққабатымызды толықтай үкіштен өткізіп алдық. Енді қазір біз осыны шелегімізге салатын боламыз. Мендегі шелек 7 литрлік, міндетті түрде қырыққабатымыз жақсы шығу үшін осындай түбі терең шелек керек. Бірінші қырыққабатымыздың үстіне бір ас қасық тұз қосамыз, жақсылап тұрып, осылайынан қысып араластырып аласыздар. Енді біз екінші қырыққабатымызды үкіштен өткізіп аламыз. Екінші үкіштен өткізіп алған қырыққабатымызды шелегімізге салып аламыз. Толықтай барлығы саламыз. Менде осылай толып кетті 7 литрлік шелегім. Үстіне қазір қайтадан бір ас қасық тұз салдым. Енді жақсылап тұрып барлығын қолымыздың көмегімен қысып араластырамыз. Міндетті түрде жақсылап тұрып қысыңыздар, сол кезде толықтай согын бөлуге көмектесеміз. Енді қайтадан біз үкішімізді қойып, насаткамызды ауыстырып, осылайынан сәбізімізді үкіштен өткізіп аламыз. Мен тек қана бір сәбіз ғана қолдандым. Сәбізді салғаннан кейін қайтадан жақсылап тұрып қолымызбен араластырып аламыз. Келесі кезекте біз лавр жапырағын саламыз. 4-5 жапырақты салсаңыз жеткілікті болады. Лавр жапырағын салғаннан кейін қайтадан толықтай барлығын араластырып аламыз. Енді біз барлығын тегістеп, бетіне осындай тәрелкемізді қоямыз, жақсылап үстінен басамыз. Енді үстінен ауыр зат қоюымыз керек. Мен ауыр заттың орнына осындай 5 литрлік су құйылған бөтелкені қолданып жатырмын. Осы өте ыңғайлы. Бетін осылайынан қойып, бір күнге қойып қоямыз. Бір күн уақытымыз өткеннен кейін біз қырыққабаттың осылай өзінің сок бөлгенін көруімізге болады. Ешқандай да құрамына су қосқан жоқпыз. Бұл дегеніміз қырыққабаттың өзінің согы. Енді біз қазір тәрелкемізді алып тастап, осындай шпажканың көмегімен немесе қасықты да қолдансаңыздар болады. Осылайынан тесіктер жасап шығамыз. Шамамен 4-5 тесік жасаймыз. Сол кезде біз осы астыңғы жақ бөлігіндегі қырыққабаттардың ауа шығарған дауысын естісек болады, ести аламыз яғни. Осылайынан міне барлығына тесіктер жасап шығамыз. Біз қазір сіздерге көрсетейін, суының қандай мөлшерде, міне осындай көп мөлшерде суы шығады. Қазір қайтадан бетін жауып қойып, қайтадан бір күнге қойып қоямыз. Бір күн уақыт өткеннен кейін біз қайтадан 5 литрлік суымызды алып, үстінен жақсылап тұрып, қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Бұл жерде біз толықтай астан үстіне қарай барлығын араластыруымыз керек. Толықтай араластырып болғаннан кейін қайтадан бетін жауып, тоңазытқышқа бір күнге қойып қоямыз. Бір күн уақытымыз өткеннен кейін біздің ашытылған қырыққабатымыз дайын болады. Қайтадан жақсылап тұрып бір рет араластырып аламыз да, өзімізге қажет ыдысқа салсаңыздар болады. Мен осындай міне банкаларға салдым барлығын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ашытылған қырыққабаттың денсаулыққа пайдасы өте зор, және де иммунитетті көтереді. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалады. Менің осы құрамы бойынша дайындайтын болсаңыздар, 4-4,5 литр ашытылған қырыққабат, яғни квашеная капуста пайда болады. Каналымнан тағы қандай рецептер көргілеріңіз келеді, міндетті түрде комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше.